Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Өте жұмсақ, әрі дәмді, тез дайындалатын зебра пирогын рецептімен бөлісемін. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқа. Алдымен миксермен 3 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қант саламыз. Біздің массамыз 2-3 есе ұлғаю қажет. Бұған кеткен уақытым 5 минут. Үстінен сүт құямыз. Сұйық май құямыз. Мен ұнымды алдын ала елгезерден өткізіп алдым. Үстінен 1 қасық қопсытқыш және ванилин салдым. Ұнымызды массамызға саламыз. Жақсылап астынан үстіне қарай араластырып шығамыз. Біздің массамыз қаймақ сияқты қоймалжың болу керек. Енді бұл массамызды 2 ыдысқа теңдей бөліп аламыз. Bir ыдысымызға 2 қасық какао, екінші ыдысымызға 1 ас қасық ұн саламыз. Сөйтіп жақсылап 2 массаны да кезек-кезек араластырып шығамыз. Менде диаметрі 26 см форма. Алдын ала май жағып шықтым. Енді кезек-кезек ақ қамыр мен какао қосылған қамырымызды бір ас қасықтан салып шығамыз. Қамырымыздың үстінен осылай зубочисткамен әдемілеп узор жүргізіп шығамыз. «160 градуста 40-45 минут пісіріп алдым». Қыздар, рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен болған үшін рахмет.